Баршаңызға жалынды сәлем достар. Сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2016 жылға Даңғал атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Ты проиграл самому чемпиону страны. Екі жігіт телевизордан еркін күрес бойынша чемпионатты қарауда. Біреуі бұл жарыста жеңу үшін таныстар керек дейді, ал екіншісі болса оған қарсы шығуда. Енді жігіт тағы бір нәрсе десе, екеуі сол жерде күреспекші. Айналадағы адамдар тез арада үстелдерді жылжытып, екеуіне орын тауып береді. Бірақ та күрес бастала салысымен аяқталған болатын. Жеңген жігіттің есімі Махавир және ол Индияның бұрынғы чемпионы екен. Кезінде спортпен айналысып, отбасылық жағдайға байланысты карьерасын аяқтауға мәжбүр болған. Махавир елі үшін өз алмаған алтын жүлдені болашақ ұлдары алғанын қалайды. Бірақ жігіттің алғашқы баласы қыз болып шықты. Осыдан кейін ауылдағы әрбір тұрғын дүниеге ұл бала әкелудің жолын айта бастайды. Көп замай екінші балада дүниеге келеді, сөйтсе ол да қыз екен. Екі қызы да әкесі үшін өте бағалы, бірақ та әке өзінің арманын орындайтын ұл баланы асыға күтуде. Арада жылдар өтті, сонда да үшінші және төртінші балалары қыз болып шықты. Осылай Махавир үйден өзінің медальдарын жинай бастады, өйткені Құдайдың жоспары мүлдем басқаша секілді. Бір күні үйге бет ауыздары әбден көгерген екі баланың ата-анасы келеді. Ал бұны істеген Махавирдің екі қызы болатын. Қыздардың айтуынша, ұлдар өздері бірінші бастапта таңырқап қалған әкесі жағдай қалай болғанын сұрайды. Сонда қыздары туысқан ағасына қалай балаларды соққыға жыққандарын көрсеткен еді. Ал әкелері әрбір соққы сайын қуанып отыр. Бәрібір емес пе, алтын медальді ұл алды ма, әлде қыз алды ма, бастысы арман орындалса болғаны. Сол түні әкесі әйеліне бүгіннен бастап Гита мен Бабита үйдің шаруасымен айналыспайтындары жайлы ескертеді. Өйткені күрес олардың қанында бар, және қыздарды енді өзі жаттықтырмақшы. Махавир қыздарын таңғы 5-те оятып, тұрақты жаттығулар жасатады. Көп замай әкесі қыздарын ұлдар секілді киіндіруді шешті. Ал бұл тұрғындардың ойынша шеттен шыққандық. Махавир күреске арналған жаттығу орнын өз қолымен жасап Гита мен Бабитаны шақырады. Және олардың спарринг партнері туыс ағалары Анкара болатын. Анасы қыздарына жаны ашығаннан күйеуінің әрекетін түсінбей жүр. Ал Махавирдің айтуынша ол бір жыл бойы қыздарының қабілетін тексермекші екен. Күресте тез беріле салатын қызына әкесі ашулана бастайды. Ауыл тұрғындары болса Гита мен Бабитаны мазақ етуде, өйткені олардың жүрісі барған сайын ұлдарға ұқсап барады. Анасы енді қыздары қашан тұрмысқа шығады соған алаңдауда. Ал әкесі жігіт оларды емес, керісінше екеуі жігітті таңдайтынына сенімді. Кешке екі қыз спортпен айналысуды тоқтатуды шешті, өйткені қыздардың денесі көгеріп, шаштарына бет қаптаған екен. Бұл сөздерді естіген әкесі келесі күні үйге шаштарашыны әкелген болатын. Ал тұрғындардың ойынша Махавирдің есі ауысса керек. Бір күні шыдамаған Гита бәрін өз қолына алып, бірінші қоңыраудың уақытын өзгертеді. Әкелері соның кесірінен жайрақ тұрса, қыздары жаттығу жасап болған кейіп танытуда. Ал күресте қыздар тез беріле салады. Бірақ та Махавир бәрін түсініп тұр. Ертеңінде қыздар құрбыларының үйлену тойына бармақшы. Бірақ та тойдың ең дүркіреген сәтінде әкелері келіп, тойдың шырқын бұзған екен. Енді Гита құрбысына әкесіне деген бар ренішін айтуда. Жаттығуды бір күн өткізген еді, әкелері ашуланып шыға қалды. Бірақ та құрбысының айтуынша әкенің осындай болғаны жақсы. Өйткені қарапайым отбасыда қыздар кішкентайынан тек үй жұмысымен айналысып, бар жоғы 14 жаста белгісіз адамға тұрмысқа шығады. Ал екеуінің әкесі керісінше олардың болашағын ойлап жүр. Бұл сөздерден мотивация алған екі қыз келесі күні жаттығуға ерте тұрған болатын. Енді Анкараға қыздармен күресу қиынға түсті. Көп замай қыздардың жарысқа баратын күні де жетіп келді. Бірақ та турнирдің иесі жарысқа қыздардың шығуына қарсы болып отыр. Сонда оған серіктесі келісуді ұсынады. Өйткені ауылға аты шыққан Махавирдің қыздарын көруге көптеген адамдар келуі мүмкін. Көп замай жарыста басталды. Гита өзінің қарсыласы ретінде ең мықтасын таңдайды. Өкінішке орай жігіт шынымен де мықтырақ екен. Сонда спонсор жігітке қарағанда қызға екі есе қымбат баға береді. Өйткені Гита нағыз өнер көрсетуде. Осы күннен бастап Махавир қыздарын барлық жарыстарға апаруды шешті. Ал қыздары болса бәрін тоқтаусыз жеңуде.
Енді тұрғындар оларды мойындай бастады, ал үйдің іші қайта медальдарға толды. Тіпті мектептері де оларды мақтаныш көруде. Махавир Гитаны штаттық жарысқа дайындау үшін жұмыстан шыққан болатын. Әкелері үйдегі жаты матрастарды алып шығады, өйткені құмдағы күрес пен кілемдегі күрес мүлдем өзгеше. Осылай Махавир қыздарына қалай күресте бал жинауға болатынын түсіндіре бастайды. Енді Гитаны ұлттық жастар чемпионатына әкелген әкесі қызының кезекті жеңістерін көріп қатты қуануда. Арада жылдар өтті, Гита үлкендер арасында өнер көрсетіп жүр және көп ұзамай ұлттық чемпион атанады. Ал туған ауылы қызды тойлатып қарсы алуда. Бірақ та әкесінің басты мақсаты Индия үшін алтын медаль алу. Бұл үшін Гита ұлттық спорт академиясына баруы керек. Қыздар жаңа тренермен танысады, ал оның айтуынша қыздар осыған дейін үйренген нәрсенің бәрін ұмытқандары жөн. Ендігіден бастап олар тек тренердің айтқанын тыңдайды. Құрбыларымен көбірек уақыт өткізген Гита қайта шашын өсіріп, күнделікті жаттығуды қыдыру мен кинотеатрға ауыстырған еді. Ал осы кезде әкесі Бабитамен жаттығу жасап жүр. Гита болса соңғы кезде қоңырауды көтеретін емес. Осылай демалыста қайта үйіне келген Гита өз жетістіктері жайлы айтуда. Жаттығу кезінде Гита күрестің жаңа стилін үйреткенде әкесі таңырқап қалады. Оны мазалап тұрған сұрақ: мен үйреткен әдісте не қателік бар? Сонда қызы күреске әкесін шақырған еді. Жасы келген әкесіне қаншалықты ауыр тиіп жатқанына мән берместен Гита оны жеңіп шығады. Бұл жайлы Бабита әпкесіне ескерткен болатын. Әкесінің стилі емес, әкесінің өзі әлсіреуде. Бірақ та Гитаның айтуынша бұндай стильмен чемпионатта жеңу қиынға түседі. Көп ұзамай әлем чемпионаты басталды. Ал Индия чемпионатына келген Бабита әкесінің айтқанын тыңдап чемпион атанады. Ал осы кезде тек тренерді тыңдаған Гита жеңіліп қалды. Енді көңілсіз Махавир Бабитаның да басқа тренерге кететінін түсініп тұр. Гита Бабитаны күтіп алған соң екеуі біраз әңгімелесуді шешті. Бабита оның қатты өзгергенін айтуда. Қазіргі Гита жеңіліске қатты мән бермейтін болыпты. Тіпті әкесінде тыңдамайтын болған. Гита тағы да жеңіле бастады, ал тренер болса оны жұбатуда. Сонда Бабита әкесіне қоңырау шалуды ұсынады. Әкесіне қоңырау шалған Гита телефонда жылай бастайды, ал әкесі болса қызының жағдайын түсінген болатын. Жарысқа бар жоғы 6 ай қалды. Гита болса шашын қысқартып қайта тұрақты жаттығуға көшті. Тренердің талабы бойынша жас қыз енді диета ұстауы керек. Бұны естіген әкесі Анкарамен бірге тездетіп қызына қарай шықты. Махавир қызына диета ұстаған секілді кейіп танытып, таңертең өзімен жаттығу жасауды ұсынады. Ал бәрін біліп қойған тренер ақыры Гитаны академиядан шығармақшы екен. Бірақ та Махавир қыздарының жетістіктерін көрсетіп, тек олар үшін жақсылық тілейтінін айтады. Сонда шенеуніктер қыздарды қалдыруды шешті. Енді әкелері оларға жоламауы тиіс. Осылай Гита әкесіне барлығын телефон арқылы жеткізбекші. Гитаның жазбаларын кинотеатрда қарап отырған әкесі қызының қателіктерін қағазға жазуда. Осыдан кейін Гита әкесі айтқан жазбаны қосқанда, әкесі телефон арқылы оның барлық қателіктерін ескереді. Нәтижесінде Гита алғашқы сынақтан сәтті өтті. Көп ұзамай 2010 жылға әлем чемпионаты да жетіп келді. Индия құрамасында өнер көрсететін Гита кішкене қобалжып жүр. Бірақ та алғашқы күресте әкесі оған дауыстап, шабуылдауды бұйырады, ал тренер болса қорғануда. Осылай Гита шабуылдап әкесінің арқасында жеңіп шыққан болатын. Гитаның кезекті қарсыласы Наоми атты қыз. Наомидің күрестерін көрген Махавир қызына тренердің емес, өзінің ақылын айтады. Сонда әкесін тыңдаған Гита ақыры Наомиді де жеңіп шықты. Осылай конференция кезінде Гита бар алғысын тек әкесіне білдірген болатын. Кешке әкесінің қызына айтқан ақылы: күрескенде де бүкіл әлем есте сақтайтындай күресу керек. Егер де алтын ұтып алсаң, аңызға айналасың. Гитаның соңғы қарсыласы австралиялық Анжелина. Бұрындары ол Гитаны талай жеңген екен. Кіреберісте Махавирді өзімен ертіп кеткен белгісіз біреу оны алдап қоймаға қамап кетті. Көп ұзамай күрес басталды, ал Махавир болса есікті аша алмай тұр. Гита бірнеше бал жинайды, сонда қарсыласы Гитаның бұрынғыдан өзгергенін түсінді. Бабита әпкесін барынша қолдауда. Кезінде әкесі оған үнемі қасында болмайтынын және сондықтан Гита өзі күресе білу керектігін айтқан болатын. Бұл сөздерді есіне түсірген Гита қайта жанып қарсыласын алдау арқылы прогибпен жеңіп шығады.
Осылай Гита алтын медаль жеңіп шыққан Индиядағы алғашқы қыз болып шықты. Осы кезде әкесі Индияның әнұранын естіп көзіне жас алады. Ал қызметші келіп есікті ашқанда әкесі тез арада қыздарына барады. Әкесін көрген Гита оған алтын медальды табыстағанда, әкесі оны Гитаның мойнына тағып, қыздары 10 жыл күткен сөзді айтады. Әкесі оларды мақтан тұтады екен. Осымен біздің Даңғал атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.